Қайырлы күн, қыз-келіншектер, қысқы салат, баклажан салаты. Видеоның соңына шейін қарап, тіркеле кетіңіздер. Лайк, комментарий жаза кетіңіздер. 5 килограмм қызанақ, 4 килограмм баклажан, 2 килограмм сәбіз, 1,5-200 грамм пияз, чеснок 3 бас, содан кейін тәтті перец. Перец соломка қылып, сәбізді теркадан өткіземіз, чеснокты машинкадан өткіземіз. Тамаққа турағандай тураймыз. Баклажанды домалақ қып тураймыз да, тұз сеуіп қоямыз үстіне. Су шығады түбіне. Помидорды ет тартқыштан өткіземіз. Содан кейін қайнатқан кезде помидор 300-400 грамм сұйық май, ол қайнағаннан кейін пияз саламыз, одан кейін морковь, одан кейін тәтті перец, содан кейін баклажан саламыз, одан кейін жарты сағат қайнағаннан кейін чеснокты салып, жақсылап қайнатып пісіреміз. 45 минут пісіреміз. 30 минут қайнағаннан кейін чеснокты қосып, ащы перцті қосамыз. Ащы перец қоссаңыздар өздерің по желанию. Мен қызыл, ондай өктілген қызыл бұрышты қостым. Сосын 3-4 ас қасық тұз, 2 ас қасық шекер қостық. Мені осылай дайын болды. Осыны одеялдың астына ораймыз. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видео түсіргенше қош сау болыңыздар. Көп рахмет.